Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Итак, әйел адам деген кім? Әйелдің орны әрине ерекше. Қысқаша айтсақ, әйел адам деген бақыт шығаратын мини-завод десек болады. Может, даже не мини. Бұны сіз өзіңіздің күнделікті өміріңізде де байқай аласыз. Мысалы, кішкентай кезіңізде анаңыз ауырып қалса, үйде мама ауырып қалса, қандай атмосфера, психологиялық атмосфера қандай болады үйде? Мысалы, бізде мама ауырып қалса болды. Папа қай жерге, қай тесікке тығылатынын білмей, не істерін білмей, бір түрлі мұңайып, бізде бәріміз мұңайып, настроениямыз жоқ, әйтеуір мама тезірек жазылып кетсе ғой деген ойда болатынбыз. Егер папа ауырып қалса, ондай болмайтын. Папа ауырса, бәріміздің настроениямыз жоқ болып кеткенін байқаған жоқпын. Мама, потому что біздің мамамыздың настроениясы бүкіл үйдің атмосферасына, үйдің қуанышына әсер етеді. Сондықтан кез келген әйел бұл бақыт шығаратын фабрика. Өзіңіз, мысалы, настроениеңіз күшті болып тұрса, сабаққа баратын болсаңыз, немесе жұмысқа баратын болсаңыз, жұмыстағы тірліктеріңіз тез-тез оңай істелінетін сияқты. Настроениеңіз болмаса, шаршап тұрсаңыз, бәрі қиын болып кетеді. Даже обычный тірліктеріңіз бір істегің келмейтіндей сондай дәрежеге жетесің. Яғни біздің әйелдердің ең басты қасиеті бұл бақыт сыйлау. Атмосфераға, біздің окружениемызға, айналымымызға, бәріне бақыт сыйлау. Бірақ бақыт сыйлау деген кезде осы жерде бір кішкентай ловушка бар. Мысалы, әйелдің предназначениесі, әйелдің осы дүниеге келген мақсаты бұл бақыт сыйлау дедік, иә? Бірақ осы сәтте әйелдер ойлауы мүмкін. Мен неге басқаларға бақыт сыйлау керекпін? Қалай сонда? Мен өзім бақытты болмасам, кімге сыйлаймын? Кімге нені сыйлай аламын? И здесь осы дұрыс сұрақ. Әйел адам дефициттен ешкімге көмек көрсете алмайды. Ешкімге бақыт сыйлай алмайды. Тіпті күлімсіреп, сүйіспеншілікпен, мейіріммен қарай алмайды. Жақындарына қарай алмайды. Потому что ең бастысы, ең біріншісі әйел адам, осы видеоның басында әйел адам бақыт шығаратын завод дедік қой, иә? Ол бақытты ең бірінші кім үшін шығарады? Өзі үшін. Өзі үшін. Ең басты сол улыбканы, сол мейірімді, сол заботаны кімге көрсету керек? Өзіне көрсету керек. Өзін ұрыспай, өзін критиковать етпей, өзіне по-доброму қараған өте маңызды. Өзіңді сыйлаған, өзіне көмек көрсеткен ең бірінші басты міндеті кез келген әйелдің. Мысалы, егер әйел өзіне емес, семьясына, коллективіне, достарына, әйтеуір бәріне өзін таратып жіберсе, онда соңында өзіне не қалады? Бәріне тарататын болса, онда в конце концов әйел таусылып қалады. Энергиясы таусылады, күші таусылады, ресурстарының бәрі таусылып кетеді. Сонда әйелден түк қалмайды. И еще один момент, мысалы, әйел бәріне таратқан кезде жұрттар ойлайды, что, например, она, мать, всем все должна. Барлығына жағдайын жасап, басқаларды ойлап, басқалардың комфортын ойлау, сол ананың міндеті деп ойлайды. Бұл дұрыс емес. Ананың міндеті бірінші өз-өзін сүю. Өз-өзін толығымен сүйсе, басқаларға бақыт сыйлау оңай болады. Уже жұмыс ретінде қарамайсың бұған, обязанность ретінде қарамайсың.
оңайынан настроениең күшті болып тұрса, өз-өзіңді сүйіп тұрсаң, энергияң да көп болады, дұрыс емес па? Энергияң көп болса, басқалармен бөлісу де оңай болады. Автоматически болып тұрады ол нәрсе. Сондықтан, еще один момент, әйелдер басқаларға өз-өзін таратып тастаса, энергиясын берсе, жақсылығын, мейірімділігін бәріне таратып жүрсе, бәрібір әр әйел, сол таратқан әйел, өзіне энергияның қайта келуін күтеді, рахметін күтеді, немесе бір ответный реакциясын, сыйын күтеді, уважениені күтеді. Бұл тоже ловушка. Потому что егер әйел өз-өзін ойламаса, барлығын ойлап жүрсе, ой, маған да когда-нибудь рахметі тиеді ғой, маған да ответ келеді ғой деп күтіп жүрсе, міне, ответ келеді. Келмейді ответ. Потому что егер басқаларды үйретіп қойса әйел, тек соларға беру, тек солардың қамын ойлау, жағдайын жасау, үйреніп қалады жұрттар. Кез келген адам үйреніп қалады, оған бәрін бере берсе. Сондықтан әйел адам біріншіден өз-өзін сыйлаған маңызды, өз-өзіне көмек берген маңызды, өзіне нәзіктікті көрсеткен, өзіне сол мейірімді сыйлаған маңызды. Ол не деген сөз? Обычный күнделікті өмірде, мысал үшін, тамақ пісірдіңіз, я? Тамақ істедіңіз, десерт сатып алдыңыз, мысал, или өзіңіз торт пісірдіңіз. Ең тәтті, ең күшті кусочекті кімге бересіз? Сізге сұрақ, кімге бересіз сол кусочекті? Балдарыңызға бересіз ба? Күйеуіңізге бересіз ба? Ата-анаңызға бересіз бе? Кімге бересіз? Ең тәтті кусочекті өзіне беру керек. Мысалы, кафеде отырған кезде, десерт заказ берген кезде, ең күшті десертті бірінші өзіңізге алу керексіз. Ең әдемі көйлекті бірінші өзіңізге алу керексіз. Күйеуіңізге емес, балдарыңызға емес, туысқандарыңызға емес, біріншіден өзіңізге. Потому что егер сіз күйеуіңізге ең күшті рубашка әперсеңіз, балаларыңызға, не знаю, туысқандарыңызға алсаңыз, өзіңізге болмайтын бір нәрсені, ой, ладно, мынаны ала салайыншы, мынаны кие салайыншы деп сатып алсаңыз, бір өзіңізге ұнамайтын затты алсаңыз, ол затты киген сайын сіздің настроениеңіз күшті болып тұрмайды. Сіз ол затты киген сайын окружениеңізға, күйеуіңізге, балдарыңызға ризашылығыңыз көбеймейді. Тәңірге деген ризашылығыңыз көбеймейді. Ал егер өзіңізге сатып алсаңыз, әдемі көйлек, кайфовый көйлек, ол көйлекті киген сайын настроениеңіз күшті болады. Сіздің настроениеңіз күшті болса, үйде атмосфера күшті болады. Балаларыңыз здоровый болып жүреді. Күйеуіңіздің де настроениесі күшті болады. То есть бұның бәрі сізге байланысты. Өз-өзіңізге заботаны көрсеткен маңызды. Бүгінге осы, достар. Сұрақтарыңыз қалса, астында комментарийға жазуға болады. Егер маған консультацияға жазылатын болсаңыздар, Инстаграмға немесе почтаға жазған маңызды. Бүгінге осы, келесі көріскенше сау болыңыздар.